Аттиланың атына жала жабылып, оны қаралағандарына көз жеткен Амантай Сатаев, шындықты іздеген тарихшы ретінде ғана емес, әділеттілікті талап ететін тік мінезді адам ретінде де ашулы болды. Амантай Сатаевтың өмірлік ұстанымы да әділеттілік еді. Оны ол өзінің өмір жолында талай рет ісімен дәлелдеді. Амантай Сатаев жай жерден шыққан жоқ. Амантайдың туған жері Ақмола, бұрынғы Ақмола облысының Ерейментау ауданының Шәкей Ақшоқы дейтін өңірінде туған 33 жылы. 32-33 жылдары астық басталады ғой қазақ даласында. Голошекиннің ұйымдастыруымен. Сол жылы балалы шағасын аштан өлтірмейін деп, Амантай Сатаевтың ақкесі Рақымжан деген үлкен кісі болған. Сол арбамен 3-4 күн көшіп келіп Қарағандыға шахта орналасқан.